Қазығұрт аудандық мәслихат депутаты экономика және қаржы мәселелері жөніндегі комиссия төрағасы Көбеев Данияр Абдумталибұлы қоғамдық қабылдау өткізіп, тұрғындардың өзекті мәселелерін тыңдады. Қабылдау барысында Қазығұрт ауданының орталығы Қазығұрт елді мекеніндегі бірқатар әлеуметтік түйткілдер көтерілді. Атап айтқанда, тұрғын Ғани Жекебаев Абдалиев көшесіндегі көше жарығының жоқтығын жеткізді. Сонымен қатар Төлеев көшесінің тұрғындары балалардың мектептен қайтар жолда қауіпке тап болып жүргендігін айтуда. Аталған көшеде тротуардың болмауына байланысты оқушылар кейде автокөлік жүретін жолмен жүруге мәжбүр дейді. Депутат көтерілген мәселелерді назарға алып, тиісті мекемелермен бірлесе отырып, кезең-кезеңмен шешу бойынша жұмыстар жүргізетіндігін атап өтті. Бұл жерде енді балдары ғой основной. Әке. Өзі вообще келісім солай болды да. Балаша именно осы мектептің айналасындағы, жаңа жоғары жағында Табыс көше солар кірді. Абдалиев деп алдын Абдалиевтің мына бетін жасады ғой ше. Иә. И одан кейін болашақ мектебінен тоже төменге банкке дейін. Соларды кіргізіп, свет жоқ дейсіз, мысалы мен де сол Абдалиевте тұрамын да, ашылды. Бізде де мысалы өзімізде жарықтандыру жоқ та. Оны шын айтайық, бірінші кезекте мектептің айналасында оқушылар. Енді жаңа Абдалиев көшесі мектепке жақын бір көше былай ғой. Айта кетсек, 7 және 8 шақырылымдағы белсенді депутат Данияр Көбеев бұған дейін өз сайлау округінде бірқатар әлеуметтік мәселелердің шешілуіне ықпал еткен. Халық үшін маңызды инфрақұрылымдық мәселелер, соның ішінде жол, жарық және газ тарту бағытында жұмыстар атқарылып келеді. Бұған дейін шын айтайын, 7 округтан сайланған кезде мен бұл шалғай жатқан мекеннен куратор ретінде Шанақ деген ауыл округ бар, сол жақты маған куратор ретінде берген болатын. Енді ол кезде көретіміз, осыдан 4-5 жыл алдым ғой. Даже көшелер болмайтын, шағал жолда болмайтын, газы жоқ еді мысалы енді сол өңірлерде. Енді сол кезде мен көбірек айтатын едім, шалғай жатқан мекенге көңіл бөлейік. Жаңағы ол жақта да халық тұрып жатыр, олар да асфальт жолмен жүргісі келеді, таза су ішкісі келеді деп. Ол жақта да енді бірқатар жұмыстар жасалынды. 26 километр. Ол жер асфальт салынып, қазір уже пайдаланып, халық игілігіне жұмыс жасап жатыр. 8 шақырылымда 6 сайлау округінен Қазығұрт аудан орталығынан сайланған депутат Данияр Көбеев әр депутаттық жиында аудан орталығына басымдылық беру қажеттігін үнемі айтып келеді екен. Оның айтуынша жол және көше жарығы мәселелері кезең-кезегімен шешілу қажет дейді орталықта. Одан кейін газификация мәселесі, енді ешқашан газ болмаған елді мекендерде газдандырылып, барлығы осы жақында ғана барып қайттым. Енді ауылдағы апа жеңгелеріміздің барлығы риза, баяғыдай көмір тасып, үйін жылытып атқан жоқ, газбен рахаттанып жаңағы пайдаланып отыр. Одан кейін енді мынау 8 шақырылымда уже жаңағы бір мандаттық сайлау болғаннан кейін мен өзім осында орталықта қызмет атқарамын, осында кәсіп жасаймын, осында тұрамын. И осы орталықтан сайлауға түсіп 8 шақырылымда өткен болатынбыз. Халық қалаулысы кәсіпкерлікпен айналысады. Ол республика көлемінде арнайы жұмыс киімдерін тігумен айналысатын өндірісті дамытып отыр. Құқық қорғау органдарына арналған арнайы киімдер осы кәсіпкерге тиесілі тігін шеберханаларында шығарылуда. Жас әрі белсенді депутаттың алда атқаратын жұмыстары ауқымда. Сұхбат барысында оның идеясы мол, ел игілігі жолында нақты істерге дайын екендігі байқалды. Ұлдар Хануалиханқызы, Есболат Тұрмаханов, Сақ ақпараты.